Қалдарыңыз қалай? Төркіннен жалынды сәлем. Таң атпай осылай тұрып, әкеме шайын беріп, кір жууға кірісіп, кірімді жуып, шайып, айландырып қойдым да, одан кейін үйге мама бауырсақ илік. Жұт болмаса ұмытып кете жаздаттым. Келдім де үйге сарайға кіріп, оны кесіп, жақсылап тұрып, одан кейін қазанға майымды құйып, жақсылап тұрып, қыздырып, қызыл қылып пісіріп алдым. Мен пісіріп жатсам, жағаласып жеп жатыр. Содан кейін бауырсағымды бітіріп болғаннан кейін шай дайындап, үйдегілердің бәріне отырып шай бердім. Мына жерде абыр-сабыр балалар деген. Сөйтіп шай ішіп жатқанымызда мамам келді. Мамам жылдықтан келген болатын. Содан кейін осылай шай ішіп отырып, шай ішіп болып, дастарханнан тұрып, дастарханды жинап, реттеп, папам сол жерде отыр, папамды апарып жатқыздым да, енді мына жерде пысқылап қойған шек-қарындарды тартып, одан кейін олардың бәрін қойып, картошка, капустасын бәрін турап, мамамды илеп, жайып, одан кейін кешкі ужин мантыны уақыты деп манты түйіп жатқан бетім мына жерде. Осылайынан целый день, осылайынан менде бір күндігім өтті.